Құрметті оқушылар, бүгін 3-ші сыныптың математика пәнінен 106-шы сабақ разрядтан аттамай 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлу деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Бірінші есепте тиімді тәсілмен есептеп Ахмет Байтұрсыновтың авторлық кітабын тап дейді. Яғни 400-ті 40-қа бөліп 10, 160-ті 40-қа бөліп алып 4, сонда 14, яғни қазақша әліппенің авторы екен. Екіншісі есептеудің қалай орындалғанын түсіндір дейді. Яғни 60 қосу 9 бөлу 3. 60-ты 3-ке, 9-ды 3-ке бөлеміз. Сонда 60-ты 3-ке бөлсек бізде 20 болады да, 9-ды 3-ке бөлсек 3, яғни 23 деген сан шығады екен. Енді қалай орындалғанын түсіндір дейді. Яғни бұл 69-ды 3-ке бөліп жатқанша біз өзіміз бөле алатын оңай тәсіл тиімді теру амалы арқылы орындауға болады екен. Үшінші есепте өрнектерді баған түрінде жаз және есепте дейді. Дұрыстығын тексер дейді. Әсіншісі де осы берілген өрнектермен теңсіздіктер құрастырып жаз дейді. Енді бірінші баған түрінде жазып аламыз да, дұрыстығын тексеру үшін көбейту амалы бойынша орындайтын боламыз. Енді ары қарай бұл есепті бастамас бұрын осы каналға подписаться батырмасын басып тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруларыңды сұраймын. Яғни 84-ті 2-ке бөлсек, міне 4-тен береміз, 8 болады, сосын 4 болады, 2-ден береміз, 4-те 4, 0 болады. Яғни 84-ті 2-ке бөлсек 42 деп, осындай бағанда бөлу тәсілі арқылы барлық бөлулерді орындап шығамыз. Тексеру үшін 42-ні 2-ке көбейтеміз. Және мына секілді жаңағы артық кем деген өрнектер құрастыруға болады екен. Төртінші есептің астында жолаушылар пойызындағы 3 вагонның әрқайсында 32 жолаушыдан, ал 2 вагонның әрқайсында 24 жолаушыдан бар дейді. Пойызда барлығы қанша жолаушы бар? Әсінші міне өрнек беріліп тұр екен. 32 көбейту 3 алынған 24 көбейту 2 деген. Осы өрнек бойынша есеп құрастырып, оны шығар дейді. Енді бұл есепті шығармас бұрын асын біз ең алдымен қысқаша берілгенін жазып аламыз мәтінді есепті. Онан кейін ары қарай жаңағы көбейту амалдарын қосып шығарамыз. Бұл канал сіздерге тиімді болып жатса, ссылкасымен достарыңмен бөлісіңдер дегім келеді. Есепті қарастырайық. Яғни астында міне 3-ті 32-ке көбейтіп, оған 2 көбейтілген 24-ті қосамыз. Сонда 96 қосу 48 деген 144 жолаушы, яғни барлығы пойызда 144 жолаушы бар екен. Ал әсіншісіндегі өрнек бойынша жолаушылар пойызындағы 3 вагонның әрқайсында 32 жолаушыдан, ал 2-ші вагонның әрқайсында 24 жолаушыдан болса, алдыңғы 3 вагонда неше жолаушы артық деген есеп құрастыруға болады. 32-ні 3-ке көбейтеміз 96, алу 24 көбейту 2 48, яғни 96-тан 48-ді алып тастаймыз. Сонда 48 жолаушы артық. Яғни алдыңғы 3 вагондағы жолаушының саны соңғы 2 вагондағыдан 48-і артық екен. 5-ші есепті әртүрлі тәсілмен шығар дейді. Аудандағы балалар кітапханасына 2 қорап кітап әкелінді. Бірінші қорапта 24 кітап, екіншісінде 32 кітап бар. Барлық кітап әр сөреге 8-ден қойылды. Қанша сөреге кітап қойылды деген есеп екенде, әсінде осыған шешуі осы секілді болатын есеп құрастырыңдар және оны шығарыңдар дейді. Енді асыншысын шығару үшін біз қысқаша берілген жазып аламыз мақсап. Сосын кейін әртүрлі тәсіл дегеннен 2 тәсілмен шығарамыз. Яғни 24 қосу 32 бөлу 8 деп, 56 бөлу 8 деген 7 кітаптан қойылды деп жаза аламыз. Немесе 24-ті 8-ге бөліп 3 деп, оған 32-ні 8-ге бөліп 4 деп, екеуін біріне қосып 7 кітаптан қойылды дей аламыз. Әсіне балабақшаға дағы 2 қорап ойыншық әкелінді. Бірінші қорапта 36 ойыншық, екіншісінде 45 ойыншық бар. Ойыншықтар әр топта 9 болатындай етіп бөлініп берілді. Неше топта ойыншық берілді деп, тура сол алдыңғысында да есепті шығара аламыз. 6-шы есепте көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте дейді. Яғни 476 миллиметр беріліп тұр. Осыны біз дециметр, сантиметр, миллиметр түрінде көрсетуіміз керек. 7 дециметр 5 сантиметр беріліп тұр. Оны сантиметр, миллиметрде өрнектеуіміз керек. 1 километрді метрді, 1 метрді сантиметр және миллиметрде өрнектеуіміз керек. Бұл үшін енді біз
476 миллиметр дегенім ол 4 дециметр 7 сантиметр 6 миллиметр болады екен. 7 дециметр 5 сантиметріміз бұл 75 сантиметр 750 миллиметрді береді. Ал 1 километрде 1000 метр бар екен. 1 метр дегеніміз 100 сантиметрді және 1000 миллиметрді береді екен. Осылай жазып аламыз. 7-ші есепте бір қарбыздың және бір алманың массасы қанша дейді. Енді бұл жерде асына қарасақ, 2 қарбыз, 2 алма және 2 килограмдық кіртасы тұр. Сонда ол екінші жағындағы 1 қарбыз, 3 алма, 2 және 1 килограмдық кіртастарымен теңесіп тұр екен. Ал әсіншісінде 1 қарбызымыз ол 6 алмамен теңесіп тұр екен. Олай болса, біз бұл есепті шығару үшін осы 2 таразыны да қолданып есептейміз. Яғни ең алдыменен біз 1 қарбызымыздың 6 алмаға тең екенін жазып аламыз да. Екіншідегі қарбыздардың 2, 1 қарбыз дегендердің орнына осы 6 алманы қойып шығарамыз. Сонда 12 алма қосылған 2 алма қосу 2 килограмм тең болады. 6 алма қосу 3 алма қосу 3 килограмм болады екен. Бұдан 14 алмалы 9 алма тең 3 килограмм, ал 1 килограмм болды. Сонда 5 алмамыз 1 килограмм. Яғни бірді біз 5-ке бөлуді білмейміз. Сондықтан 1 килограммды 1000 граммға айландырып аламыз. Сонда 1000 граммды 5-ке бөлсек, бір алмамыз бізде 200 грамм екен.